Енді біз қазіргі таңда Түркияда өмір сүріп жатқандықтан, түрк қоғамының ортасында жүргендіктен, түрк тіліне байланысты қызық дүниелерді, айырмашылықтар, ұқсастарды байқап жүреміз. Солардың бірі туралы сөз қозғағымыз келіп тұр. Барлықтары біледі ғой, түрк тілі, қазақ тілі, қырғыз тілі, өзбек тілі, олардың барлығы түркі тілдері түбі бір. Бұл тілде сөйлейтін адамдар түркі тілдерін үйренетін болса, бір-бірінің тілдерін оңай үйреніп ала береді. Ұқсас сөздер өте көп, ұқсас сөз тіркестері, сленгтер де бар негізінде. Қазір не туралы айтқым келіп тұр? Қазақ тілінде де, түрк тілінде де бірдей сөздер, бірақ мағынасы әртүрлі. Біріншісі ол гүл деген сөз. Біз қазақ тілінде гүл деген сөз ол гүл, яғни flower, ал түрк тілінде гүл деген сөз ол раушан дегенді білдіреді, яғни rose. Ал гүл деген сөзді бұлар түркше чечек деп атайды. Негізінде біздің қазақта да сөз бар ғой, шешек деген сөз. Бәйшешек дейді ғой, мысалға. Бұл сол гүл деген мағынаны береді негізінде. Бәйшешек дегендегі шешек деген сөз. Мысалға татаршада чечекті чачак дейді. Екінші сөз ер деген сөз. Яғни жер дегеннің баламасы ер. Алайда біз жер дегенді қазақшада мысалы Қазақстанның жері, мына жер, ана жер, туған жер деген сияқты мағынада қолданамыз. Бұларда ер дегенді көбінесе орын деген мағынада қолданады. Яғни place. Мысалға автобуста мынау кімнің орны? Бұл benim yerim дейді. Мысалы, бұл сенің ерің деген сияқты да. Немесе бір жерге сен менің орныма барып келші дейтін болса, сен benim yerime git деген сияқты айтады да, мысалы. Ал біздің мағынадағы жер деген сөзді бұлар топырақ деп атайды. Мысалы, Қазақстанның жері кең байтақ деп айтатын болсақ, Қазақстанның топырақлары гениш, бүйік деген сияқты қылып айтады. Одан кейін келесі сөз мемлекет деген сөз. Түрктерде де бар, мемлекет дейді. Бірақ бұлар біз мемлекет деп бір елдерді айтатын болсақ, халық, ел деген. Бұларда мемлекет туған жер деген мағынада қолданады көбінесе. Ол яғни мемлекет деген міндетті түрде бір ел болу, республика болу міндетті емес. Ол сіздің мысалға туған қалаңыз болса, сіз Қызылорда облысынан болсаңыз, сіз Шымкенттен болсаңыз, сіздің мемлекетіңіз Шымкент, сіздің мемлекетіңіз Қызылорда деп айту мүмкін да. Яғни туған жер мағынасында да мемлекетті қолдана береді. Келесі бір айырмашылық, ол грамматикалық жағынан айырмашылық. Енді грамматикалық жағынан бізде енді көп құрылым ұқсайды негізі. Мысалға, мен келдім дегенде түріктер ben geldim. Сен келдің, сен gelдің. Ол келді, о geldi деген сияқты. Бірақ кейбір жерлерде енді айырмашылықтар бар. Мысалға, соның біреуі есіме түсіп тұрғаны, Айбекті менің атымнан құттықтап жібер деп айтатын болсаң, менің атымнан демейді, benim adıma дейді. Яғни менің атыма дейді. Біз менің атымнан дейміз ғой, шығыс септігімен. Бұлар менің атыма дейді, яғни барыс септігімен осындай қылып айтады. Менің атыма құттықтап жібер дейді. Сондай айырмашылығы бар. Келесі бір айырмашылық, біз қазақ тілінде намаз оқимыз. Яғни намаз оқу деп атаймыз. Бұлар намазды оқымайды, бұлар намазды қылады. Яғни намаз қылмақ деп айтады. Ең басында келген кезде сол намаз қай жерден оқуға болады, намаз оқу деген сияқты адамдарды біраз түсіндіре алмағам ең басында келген кезде. Сөйтсем бұлар намаз қылмақ деп айтады екен. Осындай айырмашылықтар, ұқсастықтар туралы алдағы уақытта бөлісетін боламыз.